Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Мен Құлажанова Гүлзира Рысалықызы, психология негіздері және коммуникативті дағдылар пән оқытушысымын. Мейіргер ісі мамандығы бойынша өтілген тұлғаның қасиеттері тақырыбындағы ашық аудиториялық сабағымнан сіздерге үзіндіні ұсынамын. Сабақтың мақсаты мен міндеттеріне келетін болсақ, психологиядағы тұлға ұғымына түсінік беру, тұлға құрылымын ерекшеліктеріне шолу жасау, қабілет, нышан және темперамент тақырыбына шолу жасау. Темпераментті Гиппократ бойынша жіктеу және Павлов бойынша темперамент түрлерінің физиологиялық мәнін ашып түсіндіру. Науқастардың темперамент түріне байланысты ауруға деген реакцияларын ажыратуды түсіндіру. Жаңа тақырыпты меңгерту барысында жеке тұлғаның ынтасын, өзіндік сана сезімін дамыту болып табылады. Студенттердің жеке және қоғамдық сана туралы білімдерін кеңейту, жеке тұлғаның жалпы қабілеттерін салыстыра білу, негізгісін ажырата білу және өмір жолын талдау, өз мақсатына жетуге ынталандыру болып табылады. Сабақ барысында қолданылған педагогикалық технологияларға тоқталатын болсақ, оза оқыту, интерактивті, бақылау-бағалау, денсаулық сақтау және сандық білім беру технологиялары, сонымен қатар ТБЛ, яғни командада жұмыс істеуге негізделген оқыту әдісі, КЛИЛ технологиялары қолданылды.